Бүгін USMLE степ 1 дайындықтың ішінде біз репродуктивный системаны қарастыратын боламыз. Соның ішінде эмбриологиясын айтатын боламыз. Жалпы бізде аналық жыныс шашасын қарасақ, оның ішінде біз жатырын ажыратамыз. Жатыры бар, фаллопий түтігі және аналық безі. Осы үш главный ішкі жыныс шашалары. Аналық бездің ішінде бізде көптеген фолликулдар болады. Сол әр цикл сайын, яғни бізде 28 күндік цикл болады. Сол жерден бір доминантный фолликул ол пісіп жетіліп, былайша айтқанда фаллопий түтігіне түседі. Сол жерде егер сперматозоидпен қосылса, бізде зигота пайда болып, ол эмбрионның дамуына қатысады, яғни одан эмбрион дамиды. Егер қосылмаған жағдайда бізде эндометриймен бірге сыдырылып түседі, былайша айтқанда. Егер осы сперматозоидпен қосылған кезде бізде уже оплодотворение дейді жүреді. Ол ары қарай зигота түсіп, біз білеміз, зигота ол ары қарай митоз арқылы бөлінеді. Оны біз дробление деп айтамыз. Яғни көптеген жасушалар өте көп бөліне бастайды. Сол арқылы бізде уже екінші, яғни 4-ші күнге қарай морла түседі. Ол жерде 32 жасуша болады деп айтады, қателеспесем. Ол морладан уже 5-ші күнде бластоциста түседі. Ол уже 6-шы, яғни 2 апта ішінде осы эндометрийге орнығу керек. Эндометрийге орнығады, яғни имплантация жүреді эндометрийге. Бұл жерде эндометрийде осы ooциттің келуіне дайындалады, былайша айтқанда. Осы пісіп жетіліп ooцит фаллопий түтігіне дамыватқан кезде бізде эндометрийде дайындалады. Осы былайша айтқанда эмбрионды күтіп алу үшін, былайша айтқанда. Ол тура осы эндометрийге орныққан кезде бізде бета-ХГЧ бөлінеді. Бета-ХГЧ бөлінсе, ол әйел адамның қанында анықталады. Ол уже әйел жүкті екенін білдіреді. Бета-ХГЧ ары қарай бізде сары денешік қалады, фолликулдың орнында сары денешік қалады. Сол сары денешіктің ары қарай функционировать етіп, яғни қызметін жасап тұру үшін бета-ХГЧ осы арнайы гормондарды бөледі. Сол арқылы бізде сары денешік қызметін атқарып тұрады. Оның қызметі осы эмбрионды, былайша айтқанда, қамтамасыз етіп тұру, былайша айтқанда, ары қарай өмір сүріп тұруын бір белгілі бір деңгейде ұстап тұруға қатысады. Жалпы 14-16 күннің ішінде гаструляция жүреді деген. Гаструляция деген ол уже қабаттарға бөліну. Оны нақты біз қарастыратын боламыз толығырақ. Ең бірінші аптада, мына айттық біз, бета-ХГЧ-нің секрециясы басталады. Екінші аптада екі түрлі қабат қалыптасады, эпибласт және гипобласт. Эпибласт бүкіл үш жапырақша пайда болады бізде, эктодерма, мезодерма, эндодерма деген. Сол үш жапырақшаның үш жапырақша осы эпибласттан түзіледі. Гипобласт деген қалған структураларды, мысалға плацентаны, хорионды түсуге осы гипобласт жауапты. Үшінші аптасында гаструляция дейді. Ол жерде уже үш қабат түзіледі. Бізде үш жапырақша деп айтамыз басқаша: эндодерма, мезодерма және эктодерма. Осы үшінен бүкіл біздің органда дамиды. Және натохорд, ол туралы айтылған келесіде айтатын боламыз. 4-ші аптада бізде уже 4 деген, яғни бізде жүректің 4 камерасы бар. Сол арқылы біз, яғни 4-ші аптада жүректің ең алғаш рет соғып бастайтынын білеміз. Оны біз жатыр аралық, яғни трансвагинальный дейді ғой, сол УЗИ арқылы біле аламыз. Және бізде 4 уже мүше дамиды, қол, аяқ деген секілді. 8-ші аптада бізде уже баланың жынысын анықтайтын белгілері байқала бастайды. Яғни егер ер адам болса, соответственно, ер адамға, әйел адам болса, әйел адамдық жыныстық мүшелері байқала бастайды 8-ші аптада. Келесі ол жалпы қабаттарға айттық. 16-ші күні эмбрионалдық даму кезеңінде 3 қабаттан тұрады, яғни эктодерма, мезодерма және эндодерма. Уже 19-ші күнде уже neural growth деп тұр ғой, яғни уже нерв жүйесінің бастапқы белгілері көріне бастады. Енді бізде мезодермадан натохорд пайда болды. Сол өзіне қарай осы neural growth-ты тартады. Сол арқылы соңында бізде нервная трубка түседі. Және мына жерде бізде neural crest, яғни нервный гребень деп айтады. Осы екеуінен бізде толық нерв жүйесінің бөліктері дамиды. Эктодермадан 3 бөлікті ажыраттық.
беткей эктодерма, нервная трубка және нервная гребень. Осы үшеуінен ары қарай бізде мүшелер дами бастайды. Мысалы ретінде эпидермис, мысалы беткей эктодермадан эпидермис, яғни кожа, аденогипофиз дамиды. Яғни одан бөлек бізде құлақтың мүшелері уже кете береді. Көз, артқа өтістің, яғни тік ішектің зубчатый линиясы болады бізде, пектиноид лайн деп айтылады. Соның төменгі бөлігі, яғни сол төмен қарай бізде беткей эктодермадан дамиды. Одан кейін нервная трубка болады. Одан жалпы орталық нерв жүйесінің мүшелері дамиды. Мысалы мына ми дейді, олигодендроциттер, астроцит, бүкіл орталық жүйке жүйесінің қызмет атқаратын жасушалар дамиды. Одан кейін нервный гребень, одан бізде эндохромофинді жасушалар, яғни бізде ішекте болады, көбінесе меланоциттер, тістің бастапқы жасушасы, яғни перифериялық нерв жүйесінің ганглийлері, былайша айтқанда артқы проводная система деп айтады ғой. Сосын нефронның, жалпы айтқанда бүйрексті безінің милық қабаты дамиды, шван клеткалары дамиды, жалпы айтқанда. Одан бөлек уже келесі жапырақша ол мезодерма. Одан сол бүкіл ішкі, былайша айтқанда, бұлшықеттер дамиды, сүйек, дәнекер тіні, плевра, селезенка, барлық осы жерде көрсеткен полный мүшелер осы мезодермадан дамиды. Өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Сосын эндодермадан, зубчатый линиядан уже жоғарыға қарай бізде уже эндодермада жатады, яғни тікшектің жоғарғы бөлігі. Одан бөлек бізде өкпе, қуық, ұйқы безі былайша айтқанда, тимус, қалқанша маңы безі, барлық осы жерде көрсеткен мүшелердің бәрі эндодермадан дамиды. Келесі тақырып жалпы дәрілердің тератогенді әсері. Жалпы айтқанда біз үш триместрге бөлеміз. Соның бастапқы бірінші триместрдің 8 аптасы бізде ең өмірге қажетті органдардың мүшелердің дамуы жүреді. Сол кезде әйелге өте мұқият болу керек. Мысалы дәрі ішкен кезде олардың эффекттері балаға қатты әсер етуі мүмкін. Мысалы осы қатардың бәрін қазір өсіп қойып беремін. Скриншот жасап алсаңыздар болады. ACE ингибиторы, ингибитор АПФ, аминогликозидтер, фторхинолон, барлық эффекттермен бірге жазылған не болатын, өздеріңізге сақтап, кейін былай аударып алсаңыздар болады. Мысалы алкогольдің, уже кокаиннің, бізде кокаин сосуды тамырларды қыстасайды, сол арқылы бір эффектін береді. Мысалы әйел адам жүкті болған кезде, алкоголь қабылдаған кезде осындай синдром дамиды бізде. Жалпы рентгеннің әсері солар көрсеткен. Морфогенетикалық, эмбрионның даму кезеңінде кететін қателіктер деген, мысалға. Біріншісі агенезис. Ол эмбрионалдық даму кезінде вообще қалыптаспайды, былайша айтқанда. Бастапқы эмбрион дамығаннан бері ода болмайтын мүшелер, мысалы бүйрегі болмай қалуы мүмкін деген секілді. Одан кейін аплазия, эмбрионда өкпені алатын болсақ, бізде ол өңешке жабысып өседі. Сол мысалы өкпенің бастапқы түйіні деп айтайық, сол түйіні болады, бірақ ол ары қарай қалыптаспай қалады. Гипоплазия деген өкпені алатын болсақ, бізде мысалға өңеште бізде түйін болады, өкпенің түйіні болады, өсіп дамиды, бірақ толық дамай қалады, недоразвитие дейді ғой. Соны гипоплазия деп айтады. Осын disruption деген бүйрек қалыптасады, бірақ белгілі бір екіншілік кедергілердің әсерінен ол ары қарай өспей қалады. Немесе амниотикалық сұйықтық бар ғой бізде, көп болып кетсе полигидромис дейді, бас миын қыстасуы мүмкін, сондай бір әсерлерін көрсетеді. Одан кейін деформация, деформation, ол уже механикалық сыртқы әсерлердің кесірінен болады. Мысалы ретінде олигогидромис, сұйықтың аз болып қалуы, содан әйел адамға бір құрсақ қуысына соққы тиген кезде, мысалы ретінде балаға белгілі бір әсерін тигізуі мүмкін. Мальформация ол дұрыс емес даму деп айтуға болады. Ішкі дамудың бір дефект кетуге. Мысалы ретінде клефт-лип дейді, клефт-лип біз оны өтетін боламыз. Ол зайчья губа, волчья пасть деген. Екі жоғары жақ арасында бізде сүйектенбей қалады, сол жерге арасында қуыс болып қалып кетеді. Секвенс дейді. Белгілі бір ауру болады. Мысалы олигогидромис болса, ол бізде ары қарай Поттер синдромының дамуына алып келеді. Ол кезде бізде өкпенің гипоплазиясы байқалады, бүйректің агенезиясы әсерінен амниотикалық сұйықтың аз болып қалуы. Инофилд эффект деген бас миды алайық,
ми даму кезінде бір мүше болып тұрады басында, иә, бізде жарты шарларға бөлінбейді. Сол даму кезінде екі жарты шардың бір-бірінен бөлінбеуінің әсерінен бізде колоэнцефалия пайда болады. Ол жерде бізде мысалы қаншалары қосылып қалады, уже сондай бір белгілі патологиялармен толығады бала. Жалпы плацента оның екі түрлі компоненті болады. Ол цитотрофопласттар және синцитиотрофопласттар. Цитотрофопласттар олар ішке қарай орналасқан, ал синцитиотрофопласттар олар аутер дейді, орналасу бойынша. Цитотрофопласттар в основном жаңа клеткалардың пайда болуына жағдай жасайды. Синцитиотрофопласттар бізде гормон бөледі, бета-ХГЧ гормонын бөледі. Ол көбінесе сол арқылы ол сары денешікті стимулировать етіп тұрады. Яғни бізге сары денешік өшіп қалмау керек. Оның жұмысы ол бірінші триместр бойы біздің эмбрионды керекті мысалы прогестерон гормонымен қамтамасыз етіп тұру керек. Және екінші қызметі ол главный гистосовместимость первого класса. Яғни бұның маңызы қандай? Ананың иммундық жасушасы баланың, яғни бала ол баланың бөгде дене екенін сезеді, соған шабуыл жасайды. Себебі уақытта ер адамның бізде 23 хромосомасы бар, XY-ге, соны ол бөгде дене деп таниды, соған шабуыл жасайды. Баланың жасушаларын былайша айтқанда өзіміздің жасушалар екенін білдірту үшін бізде осы синцитотрофопласттардың осы гистосовместимость жұмыс жасайды. Осы жерде келесі базальды бөлігі, бұл жерде көбінесе базальды бөлігі бізде эндометрийден дамиды. Бұл жерде сопана лакуналар болады, оның ішінде ананың қанына толады. Міне бізде бір лакунаны алатын болсақ, базальды бөлігі бір лакунаның ішінде осы кеңістікке қан былайша айтқанда перфузия болады бізде. Сол арқылы бізде венаға түседі. Сол арқылы баланың қан айналым жүйесіне өтеді. Міне бізде ең басы анадан қандай өнімдер керек? Оттегі, қарапайым электролиттер, су, нутрициенттер, гормон, яғни даже ананың иммун жасушаларының бір бөлігі осы балаға қарай өтеді. Препараттарды қабылдаған кезде де олар өтіп кетуі мүмкін. Ал баладан керісінше эмбрионнан СО2, су, зәр, былайша айтқанда гормондар анаға қарай өтеді. Міне бізде амниотикалық сұйықтық, жалпы міне бізде хорионмен қапталған болады, жалпы бала. Осының хорион мен баланың арасында бізде всегда амниотикалық сұйықтық болу керек. Себебі біз мысалға сұйықтық аз болып қалуы мүмкін. Сол кезде мысалға анада бір какой-то сырттан травма болса, ұрып алса, соққы тиген кезде сол соққы балаға әсер етпеу керек. Соны бізде қамтамасыз ететін осы амниотикалық сұйықтық. Басқа да қызметтер бар, оны қазір айтатын боламыз. Көбінесе зәр арқылы бөлінеді, бізде амниотикалық сұйықтық, және өкпеден бөлінеді. Баланың жұту рефлекстері уже іске қосылған кезде бала амниотикалық сұйықтықты жұта бастайды, немесе мембрана аралық абсорбция жүреді. Осылай бізде амниотикалық сұйықтықтың циркуляциясы жүреді. Екі түрлі патология болады: полигидромиоз және олигогидромиоз. Полигидромиоз деген сұйықтықтың көбейіп кетуі, көбінесе андай белгісіз дейді ғой, андай идиопатиялық, бірақ оның себептері негізі өңештің 12 шектің атрезиясы. Бала уже сол сұйықтықты жұта алмай қалады, содан бізде көбейе береді амниотикалық сұйықтық. Сол немесе бас миының қалыптаспай қалуы, және ол уже қалыптаспай қалса, жұту рефлекстері жұмыс жасамай қалады. Немесе диабет, анада болатын анемия. Келесі ол олигогидромиоз, ол өте аз болып қалу, амниотикалық сұйықтықтың. Екі жақты бүйректің агенезі кезінде уже бала урин дейді ғой, зәрді бөле алмай қалады. Сонан бізде амниотикалық сұйықтық азая береді. Одан бөлек бүйректің клапандарының жұмыс жасамай қалуы, ер адамдарда көбінесе. Жалпы нақты егіздер туралы айтатын болсақ, екі зиготалы егіздер болады. Ол екі зиготалы егіздер кәдімгідей екі жұмыртқа жасушадан дамиды, аналық бездегі. Екі түрлі сперматозоид арқылы
ұрықтандырылады. Сол арқылы оларда екі түрлі амниотикалық сұйықтық, яғни амниотикалық хорион екі бөлек болады. Плацента оларда екі плацентасы болады, бөлек-бөлек. Ал келесі кезде бізде монозиготалы, бір ooциттің осы эмбрионалдық даму кезінде екіге бөлінуі, монозиготалы балалардың өмірге келуі байқалады. Ол міне бізде күн бойынша бөлінеді. Міне бізде дизиготалы, соңында осылай келеді. Дизиготалы екі плацента, екі түрлі, екі амниотикалық сұйықтық деген секілді. Егер бір ooцит және бір сперматозоид қосқаннан бізде бір зигота пайда болады. Сол бір зигота егер 4-ші күнге дейін бөлініп кететін болса, бізде нормально былайша айтқанда даму жүреді. Міне екіге бөлінген балалар екі түрлі плацента арқылы қанмен қатынасып етіледі. Жалпы айтқанда бәрі идеально. Ол мысалы бізде кешіктіріле беруі мүмкін, бөлінудің. Мысалы уже 4-8-ші күн арасында бөлінетін болса, ол балаларда уже бір ғана плацента арқылы қанмен қамтамасыз етіледі. Міне монохорионик және диамниотик. Екі амниотикалық сұйықтығы жеке-жеке былайша айтқанда. Келесі уже бластоцистадан кейін 8-12 күн аралығында бөлінетін болса, бізде уже бір хорионды, бір амниотикалық сұйықтың ішінде балалар пайда болады. Уже екеуі бірге жатады. Бұл жерде көбінесе кіндік баулары байланып қалуы мүмкін. Сол арқылы балалар тұншығып өлі туылуы мүмкін. Сондай қауіптері бар. Және осы жерде сіздерге сұрақ. Осы балаларда бәрі, мысалы ген или андай шашының түсі деген секілді, бәрі бірдей болады, бірақ бір ғана айырмашылықтары болады. Сол айырмашылықты еще комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Ең ауыр өтетіні ол 13 күннен кейін, егер сол бөліну болып жатса, бір плацента оларда, олардың органдары бірге болып қалуы мүмкін. Сондай бір аномалиялар болады. Жалпы кіндік бау туралы айтатын болсақ, екі түрлі, екі артерия болады, екі артерия және бір вена. Бір вена арқылы балада яғни циркуляция жүреді полностью, толығымен. Урагус осы алантоистің бір бөлігі деп айтсақ болады. Алантоистің қалдығын урагус деп айтады екен. Баланың қуығын және кіндік аралығын байланыстырып тұрады. Және оның белгілі бір аномалиялары кезінде, ол мысалы бітелмей қалуы мүмкін, немесе ол жерде киста болуы мүмкін. Соған байланысты біз 3 ауруды ажыратамыз. Ол міне патент урагус, ол вообще толығымен урагус бізде ашық болады. Кіндік пен урагустың арасы бітелмей қалады. Ол бала мысалы туылған кезде осы жерден зәрдің шығуы байқалады. Сол арқылы біз уже көзіміз жетеді урагустың бітелмегеніне. Екінші ол киста, ол да міне суреті берілген. Осы бітелу кезінде белгілі бір патология болған. Кистозда қос пайда болады, және бұл жерде көбінесе инфекция пайда болуы мүмкін. Бірақ бұл жерде ауырсыну пайда болады, сол арқылы біз уже диагнозды қоя аламыз, былайша айтқанда. Келесі уже дивертикулум, урагустың бітісу кезінде белгілі бір патологиялық әсерлерден бізде жаңағыдай выпячивание дейді ғой, міне аутпатчинг. Қуықтың осындай бір шығып тұрған секілді бір пішінде болады. Келесі ол витилин түтігі, сары қапшық пен ішектің арасында болатын бір түтік. Және 7-ші аптаға дейін ол толықтай бітеліп қалу керек. Ол бітелмеген кезде бізде ең жиі кездесетін меккел дивертикулум пайда болады. Яғни ішектің бір бөлігін бізде кіндік өзіне қарай тартып кетеді. Яғни бұл жерде тартып кетеді. Соны бізде уже выпячивание дейді, типа грыжа секілді. Сол кишканы өзіне қарай тартып кетеді. Оны біз айқын дивертикул дейміз, яғни бізде жалған болады және айқын түрі болады. Көбінесе міне симптомсыз жүреді. Бала сәбиді даже білмей қалуымыз мүмкін, осындай меккел дивертикулум бар екенін. Бірақ кейбір кездерде асқазанның бір бөлігін немесе ұйқы безінің бір бөлігін тартып кетуі мүмкін. Осы секілді витилин продукттың патологиясы кезінде бізде просто ішек пен кіндік арасы
просто ашық болып қалып кетеді. Сол жерде бізде мысалы бала туылған кезде ең бірінші бөлінетін меконий деп аталады. Сол меконий осы кіндік арқылы бөліне бастайды. Сол арқылы біз осы протоктың, яғни түтіктің жабылмағанын біле аламыз.